саламатсыздар ма? Бұл сабақта сіздер ИП-ның талонын уведомлениясын алу туралы үйренетін боласыздар. Ең алдымен сіздерге егов порталына ИП-ның атынан кіріп алу қажет болады. Яғни ИП иесінің атынан. ЭЦП кілттеріңізді таңдайсыздар. Көріп тұрғандарыңызда егов порталына өз атымыздан кіріп алдық. Енді жанынан новыйдан окошко ашамызда лицензия сайтына кіретін боламыз. Лицензия сайтына кіргеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай лицензия сайтына кірдік. Лицензия сайтына кіріп, войти кнопкасын басып, войти с помощью егов деп кіретін боламыз. Личный кабинетті басамыз. Бұл жерде 4-ші пунктті таңдаймыз. История полученных услуг деген. Разделға бастық. Ары қарай уведомление. Уведомление десеңіздер, сіздерге осы күнге дейінгі адрестары, океттері өзгерген сайын осындай сіздерге общий шығарып береді. Ең соңғысын таңдаймыз. Последний ИП-ның адресі өзгерген. Таңдаймыз. Осы жерден мені көріп тұрғандарыңыздай скачать уведомление деп тұр. Осыны басамыз. Көшіріп алдық. Скачать талон деп, талонды да көшіріп алсақ болады міне. Мені көріп тұрғандарыңыздай талонды уведомленияны көшіріп алдық. Барлықтарыңызға қайырлы білім болсын.